Kızlar, tағы да сәлем. Енді біз қазір именной таспих жасаймыз. Бізге керегі осы заттар. Ал енді бастайық. Біз қазір колпачокты кигіземіз сыртқы жағынан. Ең алғашқы осылай бірінші колпачогымыз. Сосын 11 тас өткіземіз. Ендігі кезек колпачокта ішкі жағымен тағы да бір колпачогымызды өткізіп, біздің 11 тасымызды 11-11-ден қылып бөліп тұратын стекляшка осындай әдемі золотистый тасты өткіземіз бұл жақта. Сосын тағы да колпачок сыртқы жағымен өткіземіз. Şimdi tағы да 11 тас. Жаңағыдай, тағы да колпачок, ішкі жағымен стекляшкамыз, енді тағы да бір колпачок сыртқы жағымен. Тағы да 11 тасымызды бөлдік, енді соңғы 11 тасымызды өткіземіз. Енді лескамызды, созылмалы леска бұл бізде 0,8 размер. Şimdi bölü alamız. Sonra kapatıyoruz, onu tutayım. Şimdi osuna yıkırıp baylar. Tarafayı böyle oldu. Alttan sürekli. Şimdi osuna yıkırıp baylar. Bir taşımız var. Bir tas bize kısa tasımızdan yıkı leskamızı ötküzemiz. Biz tasımızda ötküzdük. Bir tastan yıkı leskamızı ötküzdük. Şimdi osuna жақсылап байлаймыз. Kısa kısa. Şimdi özüm 5 rет bayladım. Şimdi қысқа лескамызды шығамыз аккуратно. Бізде мынандай ой болып қалды. Соны жасыру үшін біз қазір тағы да бір колпачок кигіземіз ішкі жағынан. Міне колпачогымыз бағана жауып қойды. Ендігі кезек міне әріптерімізді өткіземіз. Есімімізді әсе Бекжан есімі. Міне өткіздік. Енді соңғы колпачок сыртқы жағымен. Және де соңғы решающий тасымыз. Соңғы. Енді біздің Аллах есімімен крещениемізді байлаймыз. Жаңағыдай қарапайым узел. Басқаша да байлап көрсеңіздер болады, араластырып. Екі түрлі жолмен. Қатты болу үшін әртүрлі қылып байлаймын өзім. Байладым. Қазір табыстаймыз. Ендігі кезек колечко, мынандай бір колечкомен зажиммен қысып, кисточкамызды колечкамыздан өткізіп, кисточка біздің жалпақ тілмен шашақ қалай атасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Енді ауланы астыңғы жағына іліп қысамыз. Мына жақтағы лескамызды аккуратно кесеміз. Біздің тастымыз дайын.
Sizlarga bарлығы түсінікті деп ойлаймын.